Кайырлы күн, құрметті қазақстандықтар. Менің есімім Мұхаммад Усама Шахид. Мен Шәкәрім университеттің қазақ тілі мен әдебиеті мамандығында оқып жатырмын. Мен Пакистаннан Қазақстанға 2021 жыл келдім. Және мен қазір 6 тіл сөйлеймін. Қазақ тілі қосқанда 7 тіл болады. Мен Пакистаннан Қазақстанға келген туралы айта берсем, Қазақстан туралы мен ғаламторда оқыдым, және оның атақты ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы білдім. Содан кейін Семей аумағы Абайның жері деп аталғанын білдім. Менің қызығушылығым осы Қазақстандағы Семей қаласы туралы итермелей бастады, және мен осы Семей қаласындағы жоғары оқу орындарын іздей бастадым. Міне осылай мен Шәкәрім университетке оқуға түстім. Енді мен сіздерге Абай туралы біраз айта берейін. Мен факультет кітапханасында, университеттің кітапханасында Абай туралы кітаптар оқыдым, оның қара сөздер оқуға тырыстым, және оның кейбір өлеңдерді оқыдым. Мысалы, кітапханасында отырып Абайның «Көзімнің қарасы» деген өлеңін алғаш рет оқығаным есімде, керемет әсер қалдырды. Одан бөлек кейбір әңгімелерді оқыдым. Қазір мен сізге Абайның «Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап» деген өлеңін оқып берейін. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әур етеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әур етпе, құмарпас боп мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қоса алдасып, салқылдап сағым қуған бойыңа еппе. Қайғы келсе қарсы тұр, қолай берме. Қызық келсе қызықпа, оңаққа ерме. Жүрегіңе сың сүңгіде, түбін көзде. Сонан тапқан шын асыл, тастай көрме. Қазақ тілінің мәртебесі арта берсін. Назарларыңызға рахмет.